Жүр, Томирис, үзіліс кезінде мектепті аралап қайтайық. Мен сені мектеппен таныстырайын. Жақсы, кеттік. Мына кабинетте қазақ тіл сабағы өтеді. Анау орыс тілі кабинеті. Әр пәннің өз кабинеті бар екен. Әрине, анау жерде өзін-өзі тану кабинеті бар. Бұл қабатта тағы не бар? Мұғалімдер бөлмесі, жиналыс залы, кітапхана бар. Дана, ұмытып барамын. Бағана апай айтқан кітаптарды бүгін алу керек пе? Иә, бүгін алу керек. Сабақтан соң аламыз ба? Әрине. Дана, тамақты қайдан ішуге болады? Асханадан, ол бірінші қабатта, спорт залының жанында. Ертең жиналыс залында концерт болады екен. Иә, барлық мерекелік концерт сонда өтеді. Жиналыс залында көп адам сияма? Иә, жиналыс залы сондай кең, әрі әдемі. Ертең концертке барайық. Жақсы, барайық. Дана, мектептің іші қандай әдемі, бәрі тап-таза. Маған ұнады. Келісемін, біздің мектеп сондай жақсы. Жетінші сабақ. Мектебіме саяхат. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұраққа жауап бер. Саят, мектебімізге қарашы. Қандай үлкен? Әдемі. Я, Мерей, мектебіміздің ауласы кең. Аулада ағаштар, гүлдер өседі. Мұнда ойын алаңы да бар. Tutmazım bir üzümsün sayabağım, her kaşan